науқасқа жаңағы диагноз қойылған кезде онкологиялық адам өмірге деген үміт үзіледі. Ол енді әрбір науқастың басынан өткен дүние. Біздің алдымызға келген науқастар сондай сөзбен, сондай оймен, сондай қорқынышпен келеді. Сол кезде сенің оның жалғыз емес екенін, онымен бірге күресетін адамдар бар екенін, қолдаудан ешқашан бас тартпай деген сөздерді айта алатын адамдар болған дұрыс. Диагноздары ұқсас адамдарды біз жинап, тренинг дейміз, жаңағы топтық жұмыстар жүреді. Айтады ғой, диагнозы ұқсас адамдар, осы жолды өткен адам, енді равный консультант дейді, мысалы, қазір ондай бар. Осы жолды өткен адам, өтіп кеткен адам. Қазір мысалы уже жағдайы жақсарып, ремиссияда, сондай адамдар, мысалы, қазіргі диагноз, бүгін диагноз қойылған адамдармен сөйлесіп, олардың сөздері біздің бүгінгі күні жатқан науқастардың жүректеріне жылу береді, жандарына қуат береді дейміз ғой. Сол мен де осы жолдан өттім дегеннің өзі біздің науқастарға күш беріп, сондай кезде олар бізге көмегімізге жүгіне бастайды.